қайырлы таң. Бүгін сіздерді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Рахмет, орындарыңызға отыра берсеңіздер болады. Бүгін бізде қазақ тілі сабағынан ашық сабақ өтеміз. Енді ашық сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен бүгінгі күнге бір-бірімізге сәтті отыра үй тапсырмасын сұраудан бастайық. Мен үй тапсырмасын сұрауды оқушылар айналмалы дөңгелек әдісі арқылы алып келдім. Қазір сол дөңгелектен кімнің аты жөні шығады, сол оқушы үй тапсырмасын оқитын болады. Абай, кеше конкурста қатысқанда саған Кеттік, көреміз кім түседі екен. Елдос пен Кәмшат. Үй тапсырмасын бірге талдап бересіздер. Кәмшат жоқ, иә? Елдос өзіңіз талдап беріңіз. Оқи берейін ба? Иә, оқи беріңіз. Менің ойымша адам өз-өзін іштей немесе саналы түрде байыстау ұстаса, онда ол сырттай бай адамға айналуы мүмкін. Мен оны былай түсінемін. Іші таза, жүрегінде иманы бар адамның сыртқы келбеті де сипаты да таза болатыны анық. Мен оны мынандай дәлелдермен, мысалдармен түсіндіре аламын. Жас кезінде немесе кішкентай кезінде қиыншылық көрген баланың талпынысы мықты болады, және ол іштей өзіне сенімді болады. Мысалы, мен футболшыларды айта аламын. Әлемнің бір кедей жерінде өскен адамдар да ұлы футболшылар болады деген сұраққа осы мысал. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыға шешімге келдім. Адам бай болсын, не кедей болсын, ол бір сәт бастысы бақытсыздыққа жол бермей, адами қасиетті сақтап қалуы тиіс. Жақсы, Елдос, рахмет. Үй тапсырмасын толық орындап келгеніңіз үшін сізге үздік оқушы деген белгіні береміз. Енді оқушылар, Елдосқа қояр сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса айтуға болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса. Жақсы, ендеше кеттік. Келесі бізде Апай, мен келіспеймін. Не үшін келіспейсіз? Себебі ағам айтып отырар, кедей отбасынан шыққандарды пайыз болады депше. Бірақ ол талант қой, адамның бойына берген талант. Кедейден шыға алады отырсыз ба? Жоқ, ол енді 1000 адамның бірі ғой мысалы. Жоқ, шықпайды онда. Мысал ондай қоспа. Сен по факту сөйлеу. Жақсы, енді әркімнің өзінің пікірі бар, иә? Нұрсұлтанның пікірі бойынша кедей отбасынан шыққандардың барлығы футболист бола беруі мүмкін емес дейді. Жақсы, келесі бізде Диана мен Альбина. Екеуіңіз бірге талдайсыздар. Иә, басын Альбина бастап, аяғын Диана өзі аяқтайды. Менің ойымша, Чеховтың айтқан пікірі өте орынды. Мен оны былай түсінемін. Адамның ой санасы болашаққа үлкен әсерін тигізеді, сондықтан да бақытты өмір сүру үшін ақыл мен ойдың дұрыс болуы міндетті. Диана, сіз не айтасыз? Мен оны деректермен мысалдармен дәлелдей аламын. Кедейлікті көріп өскен балалар саналы түрде кедей өмірге дағдыланады. Кедейлікте ақылды күйі, байлық пен кедейлік сіздің ақылдарыңызды, ойларыңызды көрсетеді. Жақсы, өте жақсы. Иә, қыздарға айтар пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Қандай да бір. Жақсы, оқушылар. Енді үй тапсырмасына берілген негізгі тақырып осы адамгершілік тұрғысында өздеріңіздің пікірлеріңізді келтіру, жаңағыдай өздеріңіздің қорытынды ойларыңызды негізге алу. Енді үй тапсырмасын орындап келген барлық оқушыларға рахмет. Енді қорғап жатқан. Ендеше жаңа сабағымызды бастайық, уақыт кетірмей. Бірінші топқа бөлініп алайық барлығымыз. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай жүрек пішіндер берілген. Осы жерден таңдайсыздар, ішінде сан көрсетілген. Қай сан түседі, сол сан бойынша топқа бөлінесіздер. Кеттік.
Бири Камри. Жақсы достар, ендеше ең бірінші сабақты бастамас бұрын бүгінгі тапсырмалар бойынша бағалау форматымен танысайық. Бізде бүгінгі сабақта бағалау форматы смарт сағат арқылы жүргізіледі. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай сандар берілген. Әр тапсырмаға өзіне тән берілетін балдары бар. Мәселен, бірінші тапсырмаға 2 балл беріледі. Қай топ үздік, тез, орындап, толыққанды дұрыс орындайды, сол топқа толыққанды 2 балл береді, ол уже 2 санына көтеріледі. Келесі тапсырма бойынша тағы да 2 балл берілсе, тағы да 2 балл қосылады, солай 4 балл. Бүгінгі сабақ бойынша толыққанды 10 балл аласыздар. Қай топ 10 баллды толық алады, сол ең үздік топ болып мадақталатын болады. Жақсы ғой? Әрине. Топ бойынша 10 балл алсаңыздар, топтағы әркім жерге 10 балл қойылатын болады. 8 балл алсаңыздар, 8 балл қойылатын болады. Apple Watch ма? Иә. Бұл бағалау форматы болды. Ендеше бүгінгі тақырып оқушылар дәптерлеріңізді ашып жазып алыңыздар. Ақпанның 10-ы сынып жұмысы және тақырып қайырымдылық асыл қазына. Иә, оқушылар барлығымыз білетіндей, бүгінгі қайырымдылық асыл қазына тақырыбы бойынша оқу мақсатымен таныса кетейік. Біріншіден, әртүрлі стильдегі ғылыми, ресми қағаз, стилистикалық, ауызекі сөйлеу, көркем әдебиет стиль мәтіндерінің тақырыбын мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшеліктерін анықтап, сақтап, соларды бірге салыстыра талдайтын боламыз. Екіншіден, мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндердегі деректерді бір-бірімен салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазып тапсырмаларды орындайтын боламыз. Я, оқушылар барлығымыз білетіндей, қайырымдылық бұл өте жақсы істердің бірі. Қайырымдылық бірі рухани экономикалық жағына қарастыратын болсақ, басқаның басына түскен ауыртпалықты бөлісу. Ал енді екіншісі іс тәжірибелік жағынан алып қарайтын болсақ, бұл іс жүзінде жаңағыдай біреуге нақты көмек беруге ұмтылу. Ол материалдық жағдайдан болсын, ақшалай болсын, немесе киімдей болсын. Қазіргі қоғамда өздеріңіз көріп жатырғандай әртүрлі қайырымдылық қорлары жұмыс жасап жатыр. Ал енді көмекті қажет етушілерге, адам және барлық осы қоғамда өмір сүріп отырған адамдарға білдірілетін сүйіспеншілік пен нақты көмекті осы қайырымдылық деген ұғымға келіп сыйдыртады екенбіз. Қайырымдылық бұл ізгіліктің анық көрінісі болып саналады. Енді оқушылар, біз көбіміз біле білмейтіндей, қайырымдылық екі түрге бөлінеді. Ол біріншіден этикалық және екіншісі интеллектуалдық болады. Этикалық қайырымдылыққа ұстамдылық, батылдылық, жомарттық, әділдік жатса, ал енді интеллектуалдыққа қарайтын болсақ, даналық, парасат, ақыл, ой тапқырлығы мен өткірлігі, сезімталдық жатқызылады екен. Енді оқушылар, сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Қайырымдылық дегенді қалай түсінесіздер? Жалпы қайырымдылықпен айналысасыздар ма өздеріңіз? Қайырымдылық жасап тұрасыздар ма? Мейірім? Қайырымдылық деген ол бір адамға өзінің көмегін беру. Біз көптеген адамдарға көмектесеміз, мысалға қарттар үйіне, жетімдер үйіне, жан-жануарға, біздің табиғатымызға деген өз үлесімізді қоссақ болады. Қайырымдылықтың көптеген түрлері бар деген сияқты. Бірақ қазіргі кезде қайырымдылық жасау өте сондай қауіпті болып бара жатыр. Мысалға бізге бір әжем үйме дейін заттарыңды тасып бере аласың ба десе, ол өте қауіпті қазіргі кезде. Себебі көптеген жағдайлар болып жатыр. Сол себептен қайырымдылықты оданша қарттар үйіне, жетімдер үйіне жасаған жақсы деп ойлаймын. Ақшалай түрде деген секілді. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді ақниетке қарсы пікір білдіретіндеріңіз бар ма? Немесе қосыламын, осындай пікірімді қосамын деген сияқты ойларыңыз болса. Ақмейір мен жалпы екеуміздің ойымыз келеді. Себебі қазіргі таңда бір көшедегі адамға көмек беру, оның біз танымаймыз, білмейміз, өтірік ба, шын ба, қазіргі кезде әртүрлі жағдай болып жатыр. Сондықтан да бір білетін және де көмекке балалар үйі, қарттар үйі және де арнайы еріктілер болады ғой. Сол жақта информациялар дұрыс болады, сол информация дұрыс жердегілерге. Әрине. Сонда қазір не туралы айтып отыр қазір? Қайырымдылық туралы. Қайырымдылық туралы мен де айтсам болады ма? Мысалы қазір көмек көрсетудің әртүрлі немелері бар. Мысалға алып қарасақ, қарекет бағдарламасы. Жаңағы айтады ғой, әрекетті берекет деп қайырымдылық жасаған сайын ол бумеранг өзіне қайтып келеді. Тек қана сол қалай айтсам болады, көшеден бола алмайды, тоже қауіпті емес деп.
сен бағана барынша ниетіңмен жазсаң жаңағы неме болады ғой. Шын ниетпен жасалған нәрсенің бәрібір бір нәтижесі болады. Иә, бір нәтижесі болады. Ең сауапқа кенелетін іс-әрекеттердің осы бірі қайырымдылық жасау. Жақсы, Нұрсұлтан, керемет пікіріңіз үшін рахмет. Енді оқушылар, лексикалық тақырып бізде қайырымдылық асыл қазына болса, грамматикалық тақырыбымыз бұл публицистикалық стиль. Публицистикалық стиль дегеніміз не? Бұл латынша көпшілік, әлеумет деген мағынаны білдіреді. Қоғам өмірі үшін мәселелерді талқылау деген ұғымда жұмсалатын стиль түрі публицистикалық стиль деп аталады екен. Ал енді публицистикалық стильге не жатады? Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметтері жатады, репортаж жатады, мақала жазу, газет, журналдардағы әртүрлі шығармалар, мақалаларды осы публицистикалық стиль арқылы жазады екен. Публицистикалық стильде тыңдармандар мен оқырмандардың арасында кең таралуымен, бейнелілігімен, баяндаудың шешендігімен және жағымды, жағымсыз мағынадағы мәнерлілігімен сипатталады. Яғни бұл жердегі жағымды, жағымсыз мағына дегеніміз оқушылар, мәселен газет, журналдарда кейбір мәселелерді жағымсыз тұрғыдан сипаттауы мүмкін. Бұл осы публицистикалық стильдің ең бір ерекше тұрғысынан қарастырылатын мәселелерінің бірі болып саналады екен оқушылар. Ал енді публицистикалық стиль бұл жұртқа үндеу, үгіт айту кезінде ең маңызды рөлге ие стиль түрлерінің бірі болып саналады. Тілдің басқа стильдері сияқты публицистикалық стильде бірыңғай болып келмейді, яғни олар әртүрлі деңгейлерде қызмет атқарады. Бір қатар лингвистер, яғни тілшілер, тіл ғалымдары публицистикалық стильдің жазбаша түріне саяси тақырыпта жазған газет, журналдағы мақалалар, памфлет, очерк, тағы да басқа шығармаларды және шешендік сөздерді публицистикалық стильдің ауызша түріне жатқызады екен оқушылар. Енді оқушылар публицистикалық стильдің негізгі ерекшеліктеріне тоқталайық, және басқа стиль түрлеріне. Біріншіден, жұртқа үндеу, үгіт айту үшін қолданылады. Екіншіден, қоғамдағы маңызды мәселелер тақырып болады. Мысалы, саяси, экономикалық, экологиялық, мәдени және моральдық мәселелер. Үшіншіден, сөз нақты, жинақы, тұжырымды құрылады. Төртіншіден, экспрессивті, яғни бояулы деп айтады ғой. Сөздің бір бояуы болады ғой, әдемі, соны экспрессивті айтамыз. Екпінді болады және тыңдаушыларды немесе оқырманды сол мәселеге араласуға жегелейтіндей болып құрылады. Сонымен қатар тақырыбына сай көркем әдебиет немесе ғылыми стильге жақын болып саналады. Ауызша, жазбаша формада болады және ауыз екі айтылғанда ауыз екі сөйлеу стилінің сипаттарына ие болып саналады екен оқушылар. Ал енді публицистикалық стиль бұл жерде ғылыми және көркем әдебиетке жақын деп айтылған ғой. Ғылыми стиль дегеніміз не оқушылар? Қандай стиль түрі ғылыми стиль дегеніміз? Ғылыми стиль? Иә. Нұрдәулет. Ғылыми түрде келеді, яғни жылдар ғылыми стиль деген не екенін айтайын ба? Ғылыми стиль ол ғылыми түрде болып келеді және оның ішінде жаңағыдай жылдар және нақты ақпарат болып жеткізіліп келеді, яғни ол қай жыл туылды дегендей және басқа да ғылыми нелер ретінде келеді. Әрине, жақсы, рахмет Нұрдәулет. Ал енді көркем әдебиет стилі туралы айтайықшы оқушылар. Ауыз екі сөйлеу. Иә, ауыз екі сөйлеу. Ауыз екі сөйлеу стилі бөлек стиль ғой, иә? Ол солай ма? Иә. Ауыз екі сөйлеу стилі күнделікті өмірде диалог құру арқылы жүзеге асырылатын стиль түрі болса, ал енді көркем әдебиет стилі бұл бәріміз білетін қазақ әдебиетіндегі әртүрлі шығармаларды қарастырады екен. Жақсы, ендеше негізгі тақырыптармен танысып, жаңа айтып өткендей публицистикалық стиль сұхбат, мақала, репортаж түрінде жүргізіледі. Бұл жердегі репортажды білесіздер, яғни журналистердің жаңалық жанры болса, ал енді мақала нақты шолу мен маңызды оқиғаларды бір деңгейге жеткізіп, бір бағанаға кіргізіп, жаңағыдай жазылып шығатын белгілі бір журналистердің шығармасы деп қарастырамыз. Ал енді сұхбат бұл ақпараттанған тұлғамен өткізілетін диалог мәселесін ұйымдастыру, бұл сұхбат түріне жатқызылады. Осы мәселелердің барлығы оқушылар публицистикалық стильдің негізіне келіп сыяды, иә оқушылар. Жақсы, енді бізде келесі топқа бөлініп алдық. Бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма оқушылар. Қазір мен сіздерге арнайы мынаны қараңыздаршы. Мынау газет түрінде деп есептеңіздер, газет ретінде, және сіздер әр топқа тақырып берілген, осы тақырып бойынша сіздер мақала жазуларыңыз керек. Газетке мақала жазған секілді мақала жазасыздар. Жанына сурет салуға болады. Сіздер газетке қалай жазар едіңіздер? Қандай креатив қосатын едіңіздер? Бірінші топ басына іс түссе жақсы ой келеді, жаман күліп кетеді. Екінші топ жақсы
Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі. Үшінші топ, жақсыға қылған жақсылық өміріңде тозбайды. Төртінші топ, жақсылық қылсаң жақсылық көрсең асыр деген тақырыпта жазасыздар. Мүмкін осы күнге дейін бастарыңнан бір оқиға өткен шығар осы тақырыпқа байланысты. Соны жазуларыңыз да болады. Жалпы газет оқисыздар ғой, иә, оқушылар үйде. Сол газетте газет оқуларыңыз. Жақсылық жасайтын болса, дәл сол жақсылық сол адамнан келеді. Ол саған сол жақсы адамға қиын сәтте көмек көрсететін болса, ол саған өмір бойы көмектесуі мүмкін. Ал егер де мысалы жаман адам дейікші, соған жақсылық жасасаң, ол керісінше саған кейін ұмытып кетіп, жаман жасап, Алғысы жоқ. иә, алғысы жоқ, тек қана эгоист. Жақсы, Нұрсұлтан, қосып кетіңіз ойыңызға. Мен бірақ кез келген қарсы кетсе өз дауға жоқ, мен мысалы бағана айтып жатыр ғой, жаманға істесең ол саған қайтармауы мүмкін. Меніңше ол санасудың белгісі сияқты, бір-бірімен санасқандық ше, ол қандай адамға жақсылық болсын, ол одан айтпаса да ол алладан айтуы да мүмкін да ол нәрсе ше. Сол себепті барынша сол бағана айтқанда ниетпен көмектесіп, ниетпен жақсылық жасау керек. Әрине, иә, Маржан, сіз не қосасыз? Жақсылық ол әр адамның қолынан келеді деп ойлаймын. Жақсылық жасау үшін бір арнайы нәрсенің керегі жоқ, өзіңнің шынайы жүрегің болса жетеді деп ойлаймын. Елдос, не қосасыз? Жақсылық бәрібір де қайтады деп ойлаймын. Мысалы жаман адамға жасасаң да жақсы адамға жасасаң да ол бәрібір қайтады. Өзіңе қайтпаса да мысалы алдағы 10-20 жылда қайтуы мүмкін. Или сенің ұрпақтарыңа сол жақсылық келуі мүмкін. Сол себепті жақсылық жасаудан ешқашан да талмау керек, ешқашан да бас тартпау керек деп ойлаймын. Әрине, пікіріңіз орынды. Рахмет, бірінші топ бізде бірінші аяқтады. Сол себепті бірінші топқа толыққанды 3 балл беріледі. Жақсы, келесі қай топ дайынсыздар? Иә. Екінші топ дайынсыздар ма? Төртінші топ. Енді 3 балл көп соны? Иә. Бірінші тапсырма ғой, сонан 3 балл алдыңыздар. Қайырымдылық акциясы. Мен Қаракердегі қайырымдылық акциясы. Еліміздің абыройын асыратын игі істердің бірі қайырымдылық. Бұл қайырымдылық акциясы барлығына мәлім. Бұл өнер қанжар жасаған акциясы 2007 жылы құралған. Бұл харекет акциясы қазіргі таңда көптеген біздің әлемдегі адамдардың бәрі біледі деп ойлаймын. Бұл харекет қорына көптеген адамдар өз қаржысын салады анонимді түрде. Баспанасы жоқ адамдарға үй береді. Бұл қазіргі кезде өте ауқымды мәселе болып табылады. Себебі көптеген адамдар баспанасыз, көптеген балалары бар, 8-7-6 баладан. Бұның бәрі өте қиындыққа соғады бір адамға. Сол себептен көптеген адамдар өз көмегін тигізгісі келеді. Әр жыл сайын 100 адамдарға үй беріліп жатады. Бұл өте сондай керемет талпыныс деп ойлаймын. Менің ойымша қайырымдылық акциясын көп жасап тұру керек. Жақсы, рахмет. Бірінші топқа 3 балл береміз. Тағы кеттік, үшінші топ. Құрметті оқырмандар, сіздерді жанашыр атты қайырымдылық акциясына назар аударуларыңызды сұраймыз. Бұл акцияда көп балалы отбасыларға және де мүмкіндігі шектеулі, мүгедек, қиын жағдайға ұшыраған адамдарға көмек береміз. Және де егер де өздеріңіз көмектесіп қолұшықтар бергілеріңіз келсе, бір-екі рет киген киімдерді және де азық-түлік егер болмай бара жатса, қаржылай түрде көмек беруге болады. Не үшін дәл бізге сенуге болады? Себебі біз Қазақстан бойынша ең сенімді және де көп танымал адамдар, министрлар признавать еткен қайырымдылық жасайтын адам топтардың бірі болып келеміз. Жақсы. Осындай керек,
кетүү берекеттегенде сиздерди кайрымдуулук жасауды адетке айналдырууга чакырабыз. Жақсы, өте жақсы. Я говорю, сіз толықтыңыз, айта салыңыз. Асхат Нұрмашев жыл сайын шамамен 20 миллион теңге қайырымдылық қаржы жасайды. Асхат Нұрмашев ол Асар Руме қайырымдылық қорының ашқан несі болатын. Өзгені өзекке теппей, бауырға басып, барымызбен бөлісейік. Себебі ол біздің халқымызға тән қасиет. Жетім көрсең жерге жет деген. Және 581 отбасы және 2981 бала баспаналы болған болатын. Асар Руме қайырымдылық қоры бойынша. Және осы Асхат Нұрмашев бөлек басқа да жаңағыдай қайырымдылық қорларына өзі қаражатына көмектесіп жатқан, яғни қайырымдылық қорлары көп болуына да. Осыған байланысты өз оқығанымды айтып берсем бе? Осы былтыр жазда біз не жасаған болатынбыз? Жәрмеңке жасаған болатынбыз. Сол жәрмеңкеде әрбір адам өзінің үйінде жатқан керегімен сатын алып келіп, соны біз сатуға қойған болатынбыз. Ол Арбатта болған болатын, осы жазды күн. Сол күнде біз 2 күн бойы сол нені істедік. Сол кезде бізде 250 мыңдай қаражат шықты. Адамдар жай ғана өздері көмектескісі келді да. Бірақ, яғни бұл жерде олар сатып алу алады да, яғни ол жерде көптеген жағдай тамақты саттық, біз жаңағыдай киім, кітап, барлығын сатқан болатынбыз. Және адамдарға ол керек емес болса да, олар жаңағы қызға көмек ретінде не істегісі болады. Себебі ол қыздың ауруы болатында, ол үлкен қаражат жаңағыдай құрайды да, соған біз көмек ретінде осындай жәрмеңкені жасаған болатынбыз. Соның арқасында 2 күнде бізде 200 мың қаржы. Қандай күшті, қандай күшті, өте жақсы. Қайырымдылықпен айналысады екенсіз ғой өзіңіз, бұл тақырып сізге етене жақын екен ғой. Өте жақсы. Кеттік, екінші топ. Не айтасыз? Бұл өзінде барды әр адаммен шаш ертесі болсаға орай, дәулеттен қорай ол қор директивінің мақсаты қоғамда өзгелердің бағасының мейірімділік, қамқорлығын қалыптастыру және әлеуметтік жағдайы төмен аз қамтылған отбасынан шыққан балаларға көмек көрсету. Қорымыздың арқасында еліміздің әр өңірінен көптеген отбасылар баспаналы болады. Табиғи апат салдарынан зардап шеккен аймақтарға қол ұшын созылады. Білімді бастауға қолдау білдіріледі. Қорымызда арқасында 758 миллион 894 мың адамға қайырымды іс жасалған. Соның ішінде 57 отбасы үйлі атанған. Осындай қайырымды істер жасалған. Жақсы қыздар, өте жақсы жағдайларыңыз болды. Түрінші топ не айтасыздар? Жағдайы төмен отбасыларға өз атынан қайырымдылық қорын жүргізгім келіп отыр. Мүмкінсіз адамдарға, балалар мен қарттарға көмек қолымды созайын дедім. Азық-түліктер мен киім-кешектерді таратып, қиын жағдайға тап болған адамдарға көмектесе отырып, адам өзінің адамгершілігін көрсетеді. Және де өз ризашылығын алады. Жақсы, рахмет оқушылар. Ендеше бұл тапсырма бойынша барлық топқа 3 балдан толық қойылады. Өйткені сіздер талапқа сай барлығыңыз жарнаманы толыққанды нақты орындай алдыңыздар. Сол үшін барлықтарыңызға 3 балл. Енді оқушылар, бізде соңғы тапсырмалардың бірі 4-ші тапсырма. Көріп тұрғандарыңызда менде кубик бар. Осы кубик әр топтан бір оқушы шығады және айналдырасыздар, қай сұрақ тек сол сұраққа жауап бересіздер. Бұл қорытынды тапсырма. Осыған байланысты келіңіздер, Дәулет, бірінші топтан Дәулет. Келіңіз. Кез келген жағдай бар. Сізге қандай сұрақ түсті? Публицистика былық стильдің қолданылу мақсаты. Қандай мақсаты? Публицистикалық стиль ол мақала, газет, журналдар жазған кезінде қолданылады. Газет, журналдарда қолданылады. Дұрыс. Сұрақ жауап беріңіздер, дұрыс. Сіздерге 3 балл. Анда бізде 20 алып көрсетеді. Аз кетмей. Қылық стильдің басты сипаты. Басты сипаты? Ол мысалы қоғам үшін маңызды мәселелер немесе маңызды жаңалықтарды факт арқылы сипатын беру. Яғни жаңағы сұхбат, репортаж, мақалалар. Басты қолданылу сипаты бар, жақсы. Жақсы, 3 балл сіздерге. Келіңіздер, 2-ші топ. 20 рубль. Келіңіздер. Публицистикалық
стильдің өзіне тән ерекшеліктері қандай? Менің ойымша көбісі стильдің өзіне тән ерекшеліктері бар. Оның біреуі репортаж жасау арқылы, мақала жасау арқылы ол өзінің белгілі бір ерекшеліктерін көрсетіп тұрады деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы. Жауап дұрыс. Бастысы 3 балл. Келіңіздер дұрыстық. Публицистикалық стильде қолданылатын терминдер туралы не білесіздер? Қандай терминдер қолданылады? Қандай мағына? Қандай мағынада біледі? Әлеуметтік, өзектілік. Сосын саяси тақырыпта қолданылатын көптеген терминдер қолданылады. Жақсы, рахмет сіздерге. 3 балл. Жақсы оқушылар, бұл бізде енді соңғы тапсырмалардың бірі болды. Бүгінгі сабақта оқушылар біз өз мақсатымызға жеттік деп есептейміз. Өйткені басқа секторлермен ерекшелігін, айырмашылығын тани алдық. Сонымен қатар жаңағыдай жалпы қайырымдылық аясында қандай қызметтер жасауға болады, оның басты сипаты неге, ерекшелігі неге және жарнама жасауды үйрендік. Мұның барлығы осы публицистикалық стильмен қайырымдылық жасаудың екі лексикалық тақырып пен грамматикалық тақырыпты байланыстыра отыра бүгінгі сабақта өз мақсатымызға жеттік деп есептейміз. Енді сабақтың соңында оқушылар сіздерге кері байланыс, өздеріңіз көріп отырғандай тақтада менің инста парақшам көрсетілген, маған жазып қойыңыздар. Енді сіздерден әрбіреулеріңіздің өздеріңіздің инста парақшаларыңыздың басқа бөлігін алдым. Сіздер осының артына бүгінгі сабақ жөнінде пікірлеріңізді жазасыздар. Не түсіндіңіздер, не түйдіңіздер, біздегі кемшіліктеріміз, артықшылықтарымыз қандай болды, сол туралы жазып қалдырасыздар. Бізде бірінші Маржан, Альбина дейді, Ержан қызы 07 келмеді, Диана, Сар Жанелия, Мид XX дейді, жоқ па сабақта? Бізде келесі К Имо дейді. Жоқ па? Сіз ба? Балды Жыңыл дейді. Жанчик. Разбол жоқ бізде. Мадок деген кім? Мадок. Жақсы. Ильминор, Анелович ба? Кім? Артыңызда Бақытбеков деген бар ма? Бақытбеков жоқ. 012 Омка Омарбек қоя жоқ. Нұрсұлтанбы Нұрсұлтан. Сұлужаным. Сұлужаным. Артына жазасыздар. Нұрдаулет Изюм. Рэп дегенсіз ба? Рэп оқисыз ба? Елдоспен. Артынан өздеріңіз пікірлеріңіз. JX Бота деген бар ма? Жоқ. Елдар қызы Қарақат. Анара. Сабақта жоқ. Белла Амедия. Және X Багош. Жоқ, өз пікірлеріңізді жазасыздар және менің инста парақшама келіп, мына жерге былайына саласыздар. Артына жазасыздар. Күшті болып жүрді. Өзіңіз бүгін сабақта не түсіндіңіз, қандай кемшіліктеріңіз болды, артықшылықтарыңыз болды, сол туралы жазасыздар. Оқушылар, енді пікірлеріңізді білдіріп сала беріңіздер. Сіздер енді мадақтама, бүгінгі ашық сабақ өткендігі жөнінде сіздерге топ белсенділігі бойынша мадақтама беретін боламын. Алматы қаласы білім басқармасы Қасыл Қатықбаев атындағы номері 168-ші мектеп гимназиясының 10-шы Б сыныбында қайырымдылық асыл
басына тақырыбында өткен қазақ тілі пәнінен ашық сабақта белсенділік танытып, ең жылдам топ атанғаны үшін бірінші топ марапатталады. Бәріңіз ба? Суретке теңіз. Апай, үйден сұрмасын осылай болмасын ба? Екі балаға каждыйына 3-тен бір, 6 болмасын ба? Жоқ, ол балаға сұраққа жауап топтан алсаңдар, топ мүшелерінің барлығына олжа. Болды, 3 бала үшін. Кеттік, екінші топ. Бізге берген тақырып жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі. Тыңдаймыз, қарсы пікір білдіреміз. Біздің ойымызша жақсылық жасау әр адамның міндеті және ол әр адамның қолынан келетін нәрсе. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында демекші, жақсылық жасаған адам біреуден артық болмаса, еш уақытта кем болмайды. Жақсылық біреуден қайтпаса, біреуден қайтады демекші, жақсылық жасаған ісіміз қандай жағдай болмасын, бәрібір өзімізге қайтып келеді. Жақсы, өте жақсы. Келесі бізде қайырымдылық ортасына, яғни жақсылық айналдырған адамға айналамыздағы қуанышты болуға ұмтылдыратын, қоғамдағы адамгершілікке үндейтін қасиет. Жақсылық адамгершіліктің белгісі, ең бастысы шын ниетімен, адал көңілмен жасалса болғаны. Жақсылық жасау біздің бәрімізге берілген міндет. Жақсы, өте жақсы екен. Не қосасыз? Менің ойымша жақсылықты әрбір адам екінші адамға жасаған адамға бақытты болады. Және де жақсылық бұл әрбір адамның қасиетін, адам бойындағы рухани қасиеттерін де болады. Және де жақсылық жасау арқылы біз көптеген адамды құтқару арқылы көптеген жұмыстарын да жасауымыз арқылы біз өзіміздің адамгершілігімізді көрсетеміз. Адамгершілік ең маңызды қасиеттердің бірі, иә. Жақсы, рахмет. Екінші топқа 3 балл береміз. Өйткені екінші айтты, иә. Кеттік ал. Сіздер не айтасыздар? Басыңа істесе жақсы көбейіп кетеді, жаман көп кетеді дейді. Қазіргі таңда адал дос табу қиын тудырады, ал досыңның адал не арам екенін басыңа түскенде білесің. Қоршаған ортаның да әр адамға әсері бар. Яғни бүгінгі кезде достың адал не арам екенін табу қиындасып тұрады. Оның ертеңгі саған басыңа қиындық туған кезінде ол қалай жауап беру қайтарында соған оның адал не арам екенін білуге болады деп ойлаймын. Және осыған басты жағдай оның жаман не жақсы екенін де білсек болады деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы. Мадия, не қосасыз? Адам адамгершіліксіз өмір сүремейді. Иә, өте жақсы. Және де қоршаған ортаңа көмектессең, олар да бір күні көмектеседі. Бір күні өзімізге қайтып оралады дейсіз ғой, иә. Жақсы, рахмет. Бірінші топқа көп рахмет пікірлеріңіз үшін. Сіздерге 2 балл береміз. Өйткені кеше аяқтадыңыздар уақыттан. Бірақ өте жақсы дайындалған жұмыс. Төртінші топ не айтасыздар? Тезірек айтайық. Бірінші тақырыбын осымен аяқтайық. Бізге берген тақырып жақсылық жасаң жасыр, жақсылық көрсең асыр. Жақсылық жасаған адам не жасыл? Жақсылық және жасылмайды. Себебі адам ісімен мақтанғанын көрсетеді. Жақсылық ол жақсылық айтып нұры тасысын, жамандығын айтып құтығасын. Демекші, игі іс жасаған адамның ісін ары қарай жалғастырып, адамға көмек көрсеткен жөн. Жақсы, қыздар не қосамыз? Біз кейбір адамдар жақсылық жасағанда көп мақтана береді, ал адамдар егер бұл шын жүректен болса, сонда олар жасырып жүреді, ешкімге айтпайды. Ешкімге айтпай, жасырын шын жүректен өзінің көмегін көрсетеді. Өте жақсы пікір. Не қосасыз? Жақсылық болсаң жасыр, жақсылық көрсең асыр. Бізде осы сөзді айтып тұрғаным кейбірінше қазіргі кезде көп адамдар өзінің ісіне мақтанып істейтін кейбір бар. Ал жақсылық көрсең асыр дегендей өзінің шын ниетімен, шын жүрегімен Жақсы, де жақсы. Эльминор, не айтасыз? Біздің бірінші топқа қарсы пікіріміз бар. Бұлардың ойынша жақсылық жасағанды ешкімге көрсетпей жасырған дұрыс. Ал менің ойымша жақсылық жасағанды керісінше елге көрсетіп, қазіргі таңда көп интернет желілеріне салып жатады ғой істеген жақсы істерін. Менің ойымша соны салған дұрыс, себебі ел жұрт оны көріп, керісінше одан өздеріне
бір ой түйіндеп, сол бәлкім ол сол кісінің қайырымды жасау ісіне дәл сол видео себеп болуы мүмкін. Мен оған қарсы пікірім бар. Негізі ислам дініне қарастыратын болсақ, ол жақсылықты бәріне көрсету дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі ислам дінінде өзінде де айтқан болатын, жаңағыдай өз жақсылығыңды тек мен көріп тұрмын деп айтқан ғой, жаңағыдай Құдай өзі көріп тұр, оның басқалар көрсетудің қажеті жоқ деп айтқан да. Бірақ ол да бір жағынан дұрыс деп ойлаймын, яғни жастардың осындай жақсылыққа деген ниеттерін жаңағыдай ынтасын арттыру ретінде ол да дұрыс деп ойлаймын. Мен мынау ретке келісемін да, именно оларға келісемін. Жақсылықты көрсететін жақсылық болады, жаңағы әлем таратпайтын. Өйткені мысалы ол үйдің кішкентай балалар болады да, ол балаларда мысалы кез келген балада мінез, жаңағы ар-ұят болғанда намыстанады ғой сәл кішкене. Сол намыстанған сол балаға керіс әсерін беруі мүмкін балаға. Ал егер енді басқадан түрде мысалы қалай айтсам болады, жаңағы сол бағана айтып жатты ғой, көшедегі адамға көмектесу, вот сол арқылы біз балаларға ой түйе аламыз да. Ал басқаны жағынан біз балаларға керісінше жаңағы жасқандырып, қалай айтсам болады, намыс жағынан тиеміз деп ойлаймын. Өте жақсы пікір деп қабылдаймыз. Оқушылар шынымен де солай ғой. Бізде үлкен нәрсе бар, сол қайырымдылық жасаған адамның рұқсатымен мүмкін жарыққа шығаруға, жариялауға мүмкін болады, Жақсы оқушылар. Енді бізде келесі екінші тапсырманы қарайық. Бізде оқылым дағдысына негізделген бірінші кітабымызды ашамыз. Кітабымызда 123 бетте екінші тапсырмадағы мәтін бар. Сол мәтінді бізге оқып береді. Бастап. Мейірбан және қайырымды болудың амалдары қандай? Адамдар әртүрлі, біреулер жастайынан бастары қайғысын бөлісуге, ризасын көмекке дайын болып өседі, ал кейбіреулер керісінше әрекет етеді. Адамның мұндай болмысына генетикалық бейімділігі, тәрбиесіндегі ерекшеліктер, араласатын ортасы және тағы басқа да көптеген факторлар әсер етуі мүмкін. Бұйрық бойынша мейірімді және қайырымды болу мүмкін емес. Алайда мейірімсіз, енжар, өзімшіл адамдардың да кейде жақсылық жасауға құмартатын кездері болады екен. Өмірде жақсылық жасауға әрдайым себеп те мүмкіндік те табылады. Айналаңызға қараңызшы, кез келген жерден көмегіңізге мұқтаж адамды кездестіресіз. Ол қарт көршінің кішкентайынан өсіріп жатқан жалғызбасты ана қиын жағдайға тап болған тынысыңыз болуы мүмкін. Оларға уақытыңыз бен назарыңызды бөліңіз. Көмегіңіз қажет емес пе екен сұраңыз. Жақсы, рахмет. Мәтіндегі негізгі айтылған ойды түсіндік. Оқушылар жалпы мейірбан және қайырымды болудың қандай амалдары бар екендігі туралы оқыдық. Енді оқушылар тақтаға қараңыздаршы. Бізде осы қайырымдылыққа байланысты түрлі мақал мәтелдер берілген. Сол мақал мәтелдердің жартысы бар, жартысын табу керек бізге. Осы мақал мәтелдерді бір-бірімен сәйкестендіру керек. Бізде қазір бірінші топтан кім шығады? Келіңіздер. Бірінші топтан кім шығады? Қай мақалды біліп тұрсыз, қай мақалдың жалғасын біліп тұрсыз, соны айтыңыз. Кісіні кейде таршылық сынайды? Кейде баршылық сынайды. Топтың атынан көмектесті, сіздерге бір балл. Келесі, жақсының соңынан көбереді? Жаманның соңынан шөбереді. Жақсы, рахмет, аferin. Бірінші топ мақалды толыққанды тапты, жарайсыздар. Келесі екінші топ кім шығады? Екінші топ. Екінші топ. Біз күтіп отырып. Келіңіз. Диана келіңіз. Диана. Апай, мен жайшы үшінші топтан. Жақсылықта көп туған, бақыт дәулетке молыға. Жоқ, мен негізі басқасын өзі көзбен тауып аламын ғой. Қайсы? Жақсылыққа жақсылық, әр кісінің ісі өзгенен де ойлаған адамдардың белгісі. Жақсылыққа жақсылық, әр кісінің ісі. Сосын? Өзгенен де ойлаған адам. Содан кейін ағашты көлеңкеген еткенге рахмет айтады, құдықтан су ішкен қазыққанға рахмет айтады. Жақсы. Тағы бір айтып жерге бола ма? Ой, апай, ой. Апай, көпке көрініп сен қайрам заманымыз ақыл бір болу.
Кеттік, тағы. Апа мен деді, жамандыққа жақсылық еркісінесі өзін ғана ойлаған жамандық деген. Шықпау бізде болды. Төртінші топ не айтасыздар? Жақсылықты көп қылған, бақытты дәулетке молға, жамандықты көп қылған, бар бәлеге қойған. Рахмет. Туризм Абай жақсыға қылған жақсылық Ең қиын махаббаттың бірі болды, иә? Нұрдәулетке қошемет көрсетті, иә? Ең қиын махаббат. Иә, оқыса бұл жердегі махаббаттардың барлығы не туралы айтылған? Жақсылық болу, қайырымды болу жөнінде айтылған болатын. Негізі кітаптарыңыздағы оқылым мәтініне байланысты алынған махаббаттар. Сіздер жоғарғы сыныпты жақсы таптыңыздар. Әр топ тапқан мақалалар бойынша балл берілді. Сол балл бойынша смарт сағаттарыңызды көтеріп қойсаңыздар болады. Жақсы. Ендеше біз келесі үшінші тапсырмаға көшейік. Бізде үшінші тапсырмада енді жазылым дағдысына негізделген. Бізде қазір қандай тапсырма екенін көреміз. Үшінші тапсырма бізде үшінші тапсырма отандық эстрада жұлдыздарын ұйымдастырумен өткізілетін қайырымдылық акциясының жарнамасын әзірлейсіздер. Яғни публицистикалық стиль бойынша көп қолданысқа түсетін сөздерді қолданасыздар. Бұл жазылым ғой енді. Енді келесі мадақтама бізге дәл сондай тақырыпта ең креативті топ атанғаны үшін екінші топ марапатталады. Жаңағы мақала жазған кезде әдемі етіп жазған екен қыздар. Иә, келіңдер. Енді дәл осындай мәтінде ең ұйымшыл топ атанған үшін үшінші топ марапатталады. Тұрш. Енді келесі дәл осындай мәтінде ең белсенді топ атанған үшін төртінші топ марапатталады. Жақсы қыздар, бүгінгі сабаққа өте белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Бүгінгі сонымен қазақ тілі пәні ашық сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.